Баршаңызға сәлем, сіздермен Жанар Баймырзаева. Бүгін 11 сынып оқушылары үшін екінші БЖБ тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бұл бізде қоғамдық гуманитарлық бағытқа арналған. Бірінші тапсырма: суретте X мономерінің тізбектелген полимері берілген. X мономерін табу үшін біз қайталанатын жерде міне симметриялы бүйтіп бөліп шығамыз ортасынан. Енді осыларды санаймыз. Бұл жерде көміртек бірінші буында. Міне бірінші буында. Көміртектің саны 1, сутек және хлор. Кейін бізде екіншісінде С және 2H2 болып тұр. Бұл бізде В нұсқасына сәйкес келеді. Келесі: пропиленнен полипропилен полимері түзіледі. Мономердің 3 молекуласынан түзілетін полимерлену реакциясын жазыңыз. Пропиленнің формуласын жазамыз. Пропилен дегеніміз 3 көміртектен тұрады. Ортасында бір қос байланысы бар. Алкен. Алдына N қоямыз. Одан кейін осылай бірінші буынды жібереміз. Қос байланыс үзіледі. Радикалы төмен түседі. Келесі буын. Одан кейін үшінші буынды жібереміз. Бізде 3 буыннан құралған жаз дейді. Осыдан ары қарай жазбаймыз. Сыртына N қоямыз. Енді келесі: Q органикалық затына анализ жүргізгеннен кейін төмендегі мәліметтер алыныпты. Осы жерде енді кестедегі мәліметтер бойынша органикалық заттың молекулалық формуласын құрыңыз. Сонымен орындайық. Сутек бойынша салыстырмалы тығыздығы арқылы оның салыстырмалы молекулалық массасын табамыз. Ол дегеніміз молекулалық масса сутекті осы жердегі D зат сутек бойынша салыстырмалы тығыздығына көбейтеміз. Сонда 28-ді 2-ге көбейтсек, бізде салыстырмалы молекулалық массасы 56-ға тең. Және бізде омега көміртек және омега сутек берілген. Сол үшін осы арқылы XHY деп X пен Y тауып аламыз. Ол үшін X бізде көміртекті өрнектейді. Сондықтан көміртектің массалық үлесін оның атомдық массасына бөлеміз. Келесі сутек үшінде 14-те 28-ді бөлеміз. Оның атомдық массасы 1-ге. Енді калькуляторға салып бөлейік. 85-те 71-ді бөлеміз 12-ге. Сонда 7-де 14, мұнда 14-те 28. Енді ішіндегі кіші санға 2 санды да бөлеміз. Сонда 1 бөлінген 2 шығады. Демек, эмпирикалық формуласы CH2. Енді N-ді табу үшін бастапқы MR-ді осы эмпирикалық формуланың MR-не бөлеміз. Бастапқы MR 56, эмпирикалық формуланыкі 14. Енді бізде 56-ны бөлеміз 14-ке 4. Сонда біз эмпирикалық формуланы 4-ке көбейтеміз. Сонда S4H8. Енді біз формуласын таптық. Енді біз молекулалық формуласы S4H8 екен. Осыны таптық. Енді кестеде берілген тест нәтижелері бойынша қорытынды шығарыңыз. Бұл тест 3 бойынша бұл алкенге жатады. Және сумен реакцияда 2 метил пропанол 2 түзілген формуласы. Екі метил тұр. Және екіншіде бізде пропанол тұр.
Бұл бізде демек 3 көміртегі бұл бізде пропенге жатады деп жазайық. Пропенге жатады. Сонда оның формуласы бізде екі метил пропен 1. Келесі пропенді зертханада спирттен алады. Пропенді алуға болатын спирттің формуласы пропанол пропеннің бір гомологының формуласын жазың. Гомолог дегеніміз бір CH2-ге артық жаңағы сол классқа жататын өкіл. Пропен болса, міне пропеніміз CH2, CH, CH3. Осыған тағы бір CH2 тобын қоссақ, бізде бутен шығады. Бутен бізде бутен 1 пропеннің гомологы. Пропен молекуласына сигма және пи байланыстарды санайық. Ол үшін ашып жазамыз. Дара байланыстардың бәрі сигма, ал қос байланыстың біреуі сигма, біреуі пи. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 сигма, 1 пи. Пропан және пропен газдарын калий перманент ерітіндісі арқылы өткізу байқалатын құбылысты сипаттаңыз. Пропан калий перманганаты ерітіндісін түссіздендірмейді. Ал пропен түссіздендіреді. Келесі 1 моль X затын ыдыратқанда 1 моль пропен және 1 моль сутек түзіледі. Бұл бізде алкан. Алкан болғанда С3H8 алканға жатады. Алкендермен қосылу реакциясына түспейтін қосылыс. Бізде аммиак қосылу реакциясына түспейді. Бром, сутек, суды қосып алады. Бұл бізде 14 балдық бақылау жұмысы екен, балалар. Барлықтарыңа сәттілік.